достар, сіздермен Гич. Достар, бүгін біздер Brawl Stars туралы айтатын боламыз. Ал сіздер лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өткені осындай видеолар, рубрикалар ұнаса, лайк пен подписка жасап кетіңіздер. Ал біз баста. Табынушылық мәртебесіне ие болған мобильді моба Supercell'дің бұл ойынын миллиондаған адамдар ойнайды. Олардың үздіктері де турнирлерді бақ сынасады. Осылайша Brawl Stars лигаларында 4 миллионнан астам доллар топ алынды. Және оларды бір уақыт ширек миллионға дейін адам тамашалады. Brawl Stars әзірлеушісі атақты Supercell компаниясы болды. Supercell 12 жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан ұйымы. Компания басқа мобильді ойын-сауық компаниясы Сумеядан келген Илка Пананин мен Мико Кодисожа құрды. Бұл компанияның бірінші өнімі ұялы телефонда браузерда үшінші тұлға ойыны Genshin болды. Сол кездің өзінде Genshin'ді салыстырмалы түрде сәтті жоба деп атауға болады. Шынында ойын 500 миллион ойыншымен мақтана алады. Алайда басты мәселе Supercell Facebook ойындарын нарығында Zyngaмен бәсеке түсе алмады. Сондықтан компания шешім қабылдады толығымен мобильді ойындар жасауға. Supercell'дің алғашқы үлкен хиті 2017 жылдың ең көп табыс әкелетін мобильді ойындардың біріне айналған ауыл шаруашылық тренажері Hay Day болды. Дегенмен мұны Clash of Clans табысымен салыстыруға болмайды. Достар, егер де бұл информациялар пайдалы болса, әлде пайдасыз болмаса, достар, сіздер лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өткені 100 подписчикке аз қалды, достар. Аз қалды дегенде біздер жетуіміз керек, достар. Мен сіздерге сенемін, сіздер маған сеніңіздер. Сөйтіп біздер барлық жобамызды құрып, подписка жасап кетсеңіздер, 100 подписчикке жетеміз. Өтінемін, достар, өтінемін. Ал сіздермен болған мен Гич. Сіздермен болған сіздер. Сау болыңыздар.